Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен кез келген тауық етін алып, жақсылап тұздап, бұрыштап, чеснок және паприка сеуіп, жақсылап маринадтап аламыз. Тауық етінің екі жағында жақсылап маринадтап, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Одан кейін қызып тұрған табада бетін жауып, екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Бізде тауық еті піскенше 2 огурцты жақсылап турап аламыз. Туралған огурцымызды ыдысқа салып, оның үстіне пекин қырыққабатын ұзыншалап кесіп саламыз. Келесі кезекте бір кесе тәтті жүгеріні саламыз және суға піскен 4 жұмыртқаны ұзыншалап турап аламыз. Одан кейін манағы табада маринадта пісіріп алған тауық етін ұзыншалап кесіп аламыз. Барлық ингредиенттерді бір ыдысқа салып, үстіне майонез салып, араластырамыз. Қалауларыңызша тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, тарелкамызға салып, ұсынсаңыздар болады. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мені қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мақпал Жалғасбай.